Хикмет немересін Әмірдің бөлмесіне апарып қояды. Егіт тоқтамай жылай береді. Әмір Меликеге қоңырау шалады. Хикмет камерадан көріп отырады. Меликеге жауап берме. Баласына үйрену керек дейді. Әмір ашуланып, мені жеріне қоңырау соғып, маған тез арада бала күтуші керек деп айтады. Фериде жақын күндері түрмеден босайтынын айтады. Фериде Жавиданға жақын сырлас болады. Жавидан Феридеге менің саған өтінішім бар дейді. Фериде айта беріңіз дейді. Жавидан сен менің немереме ана болшы дейді. Фериде үнсіз отырып қалады. Жавидан ол кішкентай ғана бейкүнә балапан. Менің жасаған күнәларымның кесірінен қиналып жүр. Оның анасыз өсіп жатқанын ойласам жүрегім қарсы айырылады. Мен мында шарасыз отырмын. Қолымнан келетіні тек осы ғана. Мен сені жақсы білемін. Сен жақсы ана боласың дейді. Фарида бірақ мен туған ананың орнын баса алмаймын, Жавидан ханым дейді. Жавидан оған күтім емес махаббат керек. Сен сол махаббатты бере аласың. Өтінемін мен үшін немереме ана болшы. Менің сонда көңілім орнына түседі. Сен маған тек осылай көмектесе аласың. Сенің менің сөзімді жерге тастамайтыныңды білемін дейді. Фарида не айтарын білмей ыңғайсыз жағдайда қалады. Бірақ мен қалай барамын ол үйге дейді. Жавидан сен түрмеде отырып шыққаныңды айтпа. Егер айтсаң олар менің жібергенімді біледі. Әрі сені сотталған деп қабылдамауы мүмкін. Бұлай жасайық, саған жаңа құжат жасатайық дейді. Фарида кешіріңіз, бірақ мен ешкімді алдағым келмейді. Мен бұл жақтан шыққан соң ешқандай өтіріксіз бәрін жаңадан бастағым келеді. Сіз іздеген адам мен емеспін деп орнынан тұрып кетеді. Жавидан саған бәрібір бұл жақтан шыққан соң жұмыс керек қой. Бұны жұмыс деп ойла. Мен саған 1 миллион беремін деп чек жазып береді. Өтінемін бас тартпашы. Мен немерем үшін жасай алатыным тек осыға дейді. Фарида жоқ, Жавидан ханым маған ақша керек жоқ дейді. Әмір ашуланып баласын тастап кетіп қалады. Ойы Хикметке егітті мүмкін Кемалға біраз уақытқа жібере тұрамыз дейді. Хикмет немерем ешқайда бармайды. Оның үйі осында дейді. Егіт ауырып қалады. Жолда машина бұзылып қалады. Ойы Әмірді тоқтатып баланы ауруханаға апарады. Фариданың жеңгесі келеді. Фарида ағасының жағдайын сұрайды. Жеңгесі жағдай қиын. Донор болатын адам қомақты ақша сұрап отыр дейді. Фарида қанша деп сұрайды. Жеңгесі 500 мың дейді. Фарида ондай ақшаны қайдан табамыз деп уайымдайды. Жеңгесі мен ол ақшаны беретін адамды таптым дейді. Фарида кім деп сұрайды. Ішке Рашид кіріп келеді. Жеңгесі Рашид, бірақ оның бір шарты бар. Ол сенің оған тұрмысқа шыққаныңды қалайды дейді. Нариннің анасы мен сіңілісі келеді. Нарин анасына сіз мені көп жыл бұрын тастап кеткенсіз деп есікті тарс жабады. Анасы қызына Нариндікі дұрыс. Мен оған ана болып жарытпадым. Оны алыстан да жақсы көре беремін. Бастысы аман жүрсе болды. Бұл жерден кетейік дейді. Қызы сенің денсаулығың нашар. Ылғал үйде тұру денсаулығыңа қауіпті. Әпкемнің қандай үйде тұрып жатқанын көрмейсің ба? Жеке жайда сенде сонда тұру керексің дейді. Анасы Нарин бізді қабылдамай дейді. Қызы анасының дәрісін білдірмей қоқысқа тастай салады. Анасы тыныстай алмай дәрісін іздеп таппайды. Қызына дәрін тап. Ауа жетпей барады деп айтады. Қызы қоқысты ақтарып таппадым. Мен қазір дәріханаға барып келейін деп шығып кетеді. Кемалға қоңырау соғып апамның жағдайы нашар. Ауруханаға апару керек дейді. Кемал мен Нарин келгенде анасы жерде жатады. Фарида жеңгесіне мен Рашидтің кесірінен түрмеде отырмын емес па? Мені ұрлап кеткен үшін ағам оны пышақтады. Ағамның орнына мен түрмеге отырдым. Енді келіп бізге көмектеспекші ма? Жоқ, менен ондайды сұрамаңдар дейді. Рашид, мен жасаған қателігім үшін кешірім сұраймын. Мен саған шағымданбадым. Сол себепті сені босатайын деп жатыр дейді. Фарида күзет есікті ашыңыз деп айқайлайды. Жеңгесі Фарида, ағаңның өмірі сенің қолыңда. Сен ағаңның аман қалғанын қалайсың ғой. Егер ол өлсе арың маза бермейді. Рашидке тұрмысқа шық. Ойланба деп жалынады. Фарида шығып кетеді. Ойы Әмірге сен тіпті дәрігердің не айтқанын да сұрамайсың ба?
Сен қандай әкесің өзі деп ұрсады. Жавидан Фаридаға чекті беріп мынаны алда ағаңды құтқар. Ақысына ештеме сұрамаймын. Маған бәрібір бұл ақша керек емес. Ең болмағанда бір адамның өмірін құтқарсын дейді. Мелеке егіт тыныс алмай жатыр деп ойы мен Хикметті шақырады. Әмір естіп қорқып кетеді. Бірақ баруға батылы жетпейді. Хикмет баланың бетіне су шашып сілкіп оятып алады. Фарида Жавиданға келіп сіздің берген ақшаңыздың ақысын қайтармасам, арым маза бермейді. Сіздің немереңізге қамқор боламын дейді. Жавидан қуанып кетеді. Сен маған үлкен қуаныш сыйладың қызым. Маған ант ет. Немереме ешқашан қиянат жасамайсың. Оған ана махаббатын бересің дейді. Фарида Жавидан әпке уәде беремін. Ол жағын уайымдамаңыз. Бірақ мен ол үйге қалай жұмысқа тұрамын дейді. Жавидан ол жағын уайымдама. Үй шаруасымен Мелеке айналысады. Өте жақсы әйел. Ол сенің жүрегіңнің қандай таза екенін бірден сезеді. Тек барсаң болды. Ертең шыға салып бірден бар дейді. Фарида бірінші ағама барып жолғамын дейді. Жавидан жеңгене ақшаны берде уақыт жоғалтпай жеке жайға бар дейді. Кемал Нариннің анасы мен сіңілісін үйіне алып келеді. Нарин есікті ашады. Кемал анаң мен сіңілің енді осында тұрады дейді. Нарин бұған қуанбайды. Кемал сен үшін оларды үйге алып келдім. Егер олар кетіп қалса сенің арың маза бермейтін еді. Мен сені жақсы білемін дейді. Хикмет әмірге ұлым бұл қырсықтығын қашанға жалғасады. Ұлыңның жағдайын көрмейсің ба дейді. Әмір ол бұл үйде бақытсыз. Оны Кемалдың үйінен әкелмеу керек еді. Болмаса оны клиникаға өткізу керек. Сол жақта ол өзін жақсы сезінеді дейді. Хикмет қателесесің. Ұлыңның бақыты тек бір адамға байланысты. Ол сен дейді. Кубрия анасына Нарин мен Кемал бөліп бөлмеде ұйықтайды екен. Екеуінің некесі жалған сияқты дейді. Кубриенің Кемалға көзі түседі. Секери мен Тажидің әңгімесін естіп қалады. Секери Тажиге Кемал мен Нариннің шынайы некелерін қию керек. Ақ көйлекпен үлкен той жасау керек деп айтады. Кубрия демек олар ерлі зайыпты емес екен ғой деп арам ой кетеді. Фарида камерадағылармен қоштасып түрмеден шығады. Жеңгесіне бір сумка ақшаны ұстатады. Жеңгесі ақшаны қайдан алдың деп сұрайды. Фарида қарызға алдым дейді. Жеңгесі сен түрмеден жаңа шықтың. Бұндай қомақты ақшаны кім береді саған дейді. Фарида кім бергенін сұрамаңыз. Тез ағама барыңыз. Бәрін кейін айтып беремін. Қазір мен кетуім керек. Қарызымды қайтарып жұмыс іздеуім керек дейді.